Жалпы тәубе дегеніміз не? Тәубе сөзінің тілдік мағынасына келетін болсақ, араб тілінде тәбә ятубу, ада яуду мағынасында. Яғни тәубе ету деген қайту дегенді білдіреді. Қайту. Тәубе сөзінің тілдік мағынасы қайту дегенді білдіреді. Не үшін қайту? Яғни Аллаға қайту, Алланың құлшылығына қайту. Бұның барлығы қайту деп аталады. Себебі адам негізінде Алла тағаламен бірге болуы керек. Яғни қашанда адам өзінің негізгі отанына, негізгі жеріне келген кезде бұны қайту дейді. Үйге қайту дейді. Бірақ басқа бір қалаға баратын болсаң, бардым десің, өзінің еліне қайту дейді. Тәубе сөзі де қайту деген білдіреді. Себебі негізінде адам Алла тағаламен бірге болуы қажет. Негізінде Алла тағаламен бірге болуы қажет. Алла тағаланың құлшылығында болуы қажет. Қашан Алладан, Алланың құлшылығынан ұзақтап қалған кезде, сол ісіңізге өкініп, қайтадан Алланың құлшылығына қайтуыңыз, бұны негізгі отаныңызға оралу деп айтады.